Шариғатта парыздар Жибрил періштенің арқасында вахий әкелуінің септігімен бекітіледі. Алайда бір парыз бар, ол Алла тағала өз құзырына қонаққа шақырып және сыйлық ретінде ұсынылған 7 қабат көкте мираж жолшылығында мә қаба қаусайни әу адна деп айтылатын Құранда, сол мекенде тіпті Жибрил періште де oradan арасымайтын мекенде бір сыйлық беріледі. Ол сыйлықтың аты бүткіл мұсылманға қияметке дейін жүректі, ақылды, рухты, өмірді нұрландыратын ең керемет сыйлықтардың бірі болып табылады. Ол сыйлық намаз. Жалпы намаздың жерде парыз болмай көкте Құдай тағала өз құзырына шақырып алып жеке сыйлағанын өзде бір намаздың бір деңгейін үстемдігін басқа ғибадаттармен салыстырмалы түрде берекеттілігін бір айрықша атап өткен сияқты осы процестің өзі. Олай болса бүгін осы намаз ғибадатымыздың төңірегінде рухани негізгі қалыптастырушылары, оның мағынасы, қандай мағыналар бар, бізге берері не деген тақырыптарға сөз қозғайтын боламыз. Олай болса сөз кезегі сіздерде. Бисмилля. Енді намаздың түркі елінің қолданған бір сөзі ғой, паршадан келген, құлшылық жасау, мойынсыну деген мағынада келетін. Ал енді арабшада саля. Саля ол енді дұға мағынасы, жалбарыну мағынасы, құлшылық жасауда мағынасы бар. Енді бұл бір сөздік мағынасы, жалпы тілдік жағынан қараған кезде. Ал енді мағынауи, әр нәрсенің бір мағынауи да мағынасы бар да енді. Адам баласының мысалы бір аты болады, мысалы атауы. Бірақ оның бір мағынауи тағы бір атауы тұрады да. Енді аты айтайық мысалы Абылайхан болуы мүмкін. Ол аты атауы шейін. Бірақ енді оның орны, әлемдегі орны, қоғамдағы орны сияқты бір мағынауи бір мағынасы тағы тұрады. Ол кім деген сияқты. Тура сол сияқты намаз құлшылығының мағынауи бір мағынасы бар да. Оны үшке бөліп қарайды екен бұны. Мысалы бір тәсбих мағынасы бар, яғни пәктеу, жаратушыны пәктеу. Екіншісі тағзым ету, ұлықтау. Үшіншісі шүкіршілік, яғни былай айтқан кезде хамд, әлхамдулилля деп айтатын. Осы үш мағынаны қамтиды дейді намаз. Яғни намаз ол атауы, намаздың ішіне кіретін болсақ, осы үш тірекке негізделген да. Жаңа сіз айтып отырсыз, енді көкте бұл парыз болған бір құлшылық деп. Неге? Өйткені бұл бүкіл әлем осы үш ненің үстінде тұр да. Кейбір періштелер тәсбих етіп жатыр, кейбір нәрселер ұлықтап жатыр жаратушыны, кейбіреулер шүкіршілік жасап жатыр деген сияқты. Сол үшін намаздың өз мағынасы сол болғандықтан, мағынауи мағынасы сол болғандықтан, біз намазды бастаған кезде Аллаху акбар деп ұлықтап бастап, одан кейін субханакаллахумма, яғни жаратушыға бір пәктеп, уә бихамдик, яғни бұл айтқан кезде намаздың басынан соңына дейін осы үш сөз қайталану арқылы ең соңында бітеді. Намаз бітеді сонымен. Машалла. Сонда бұны тек енді бұл сөзбен қараған жағы да, бірақ адамның әрекеттерінің өзі осы үш нені көрсетеді дейді. Қиямда тұру арқылы, рукуда тұру, сәждеде тұру арқылы біреу ең керемет бір жаратушыны пәктеуді көрсететін болса, субханаллах дегеннің бір көрінісі болса дейді. Екіншісі бір тағзым етудің көрінісі. Ұлықтаудың да, Аллаху акбар деген кезде. Үшіншісі бір шүкіршіліктің дейді, шыңы. Оны енді былай сәждемен байланыстырады. Сол үшін біз көбінесе намаз деген кезде осы үш, енді намаз біткен кезде де тәсбихатта 33 рет қайталанады ғой, бұл үшеуі. Неге? Өйткені адам мен не істедім жаңа намазда деген кезде осы үш нәрсені сен намаздың ішінде ектің. Ахиретте бұның жемісін көресің. Яғни қиямда біраз ектіңіз, рукуда ектіңіз, сәждеде ектіңіз. Енді сәлемнен кейін осы не істегеніңізді бір қайталау үшін, соны бір нығайту үшін, бір күшейту үшін осы үш сөзді қайталап шығады да бір мұсылман. Атмосфераға кіру үшін ғой. Олай болса намаз жалпы бізге өмірімізді ұлықтауға, шүкіршілік етуге және тасбих дейміз ғой, Құдай тағаланы пәктеуге, мадақтауға бағытталған негізгі бәрін жинақтаған бір ғибадат болып тұр ғой. Өйткені мына жерде сөзімен де, руханиятымен де. Өйткені мына жерде енді көп ғалымдар енді жаратушының есімдерін екіге бөледі ғой. Жәләл және жәмәл деп те. Бірақ тасауф несінде үшке бөледі. Жәләл, жәмәл, кәмәл деп ше. Кемелдік бар. Кемелдік бар да бір. Сол осы үш сөзде сол жаратушының осы үш есіміне қарайды да. Жәләл есімін көріп сіз
жаратушыны Аллаху акбар дейсің. не істейсіз, жоқ, жалал есімінде пәктейсіз, субханалла дейсіз. Өйткені кейде адам түсіне алмай қалуы мүмкін, бір жалал есімінің осы дүниеде болып жатқан шағылысына қарап жаратушыға сай емес бір ой ойлау мүмкін. Қалай бұл аяусыз немесе неге бұлай істеді? Сіз о жерде ақылыңыз жетпей тұр, сіз о жерде керісінше субханалла деп пәктеу керексіз. Ал жамал есімінде ол жерде не бар да, жаңағы альхамдулилля бар. Шүкірлік. Сізге нығмет беріп жатыр, керемет жаратты, сізге көз берді, сол көзбен көресіз, дәм алуға тіл берді, сол тілмен дәм аласыз, енді альхамдулилля деп айтқызады да бұл нәрсе. Ал енді кәмәл есімдеріне келген кез ол жерде Аллаху акбар дейсіз да. Яғни сондай бір Алла тағаланың есімін шағылысқан бір дүниені көрген кезде, мысалы күнге қараңыз да, күннің жылуы сізге келіп тұр ма? Келіп тұр. Үзілді ма? Жоқ. Жалғасып жатыр ма? Жалғасып жатыр. Бұған Аллаху акбар демегенде басқа не дейсіз? Сонда Алла тағаланың осы үш есімінің, бұл айтқан кезде сіз соған қараған бір міндетіңізді атқарасыз да. Яғни бір намаздың арасынан екінші намаздың арасына дейінге дейін сізге Алла тағаланың жалал есіміне қатысты бір оқиға болды, жамал есіміне қатысты бір оқиға болды, басыңызға келді да. Сіз сол кезде қате бір ой ойлаған болуыңыз мүмкін, немесе біреуге нәрсе айтқан болуыңыз мүмкін. Соны енді осы намазда жуып шайып, мен сенің жалал есіміңе қатысты пәктей алмадым, түсіне алмадым, ақылым жетпеді, кәмал есіміңді көре алмадым, шүкіршілік айта алмадым, ұлықтай алмадым деген сияқты осы үш есімнің бір несі бар да. Машалла. Жинақталған түрі. Былай ғой, жалпы біздің Құдай тағаламен диалогымыз тығыз болу керек қой әр уақыт. О, маған егер жаңағы жоғарыда айтылған нәрселерді ескерсек, Құдай тағаламыз мен құлдың ортасындағы нені қарым-қатынасты нығайтып, қашықтықты жақындатып, ортадағы бөгеттерді алып тастайтын бір ғибадат болып тұр ғой. Намаз сонда рухани деңгейде әрине. Оны бір физикалық деңгейде айтсақ, бірден түсіне алмайтын шығармыз. Намаз бірден рухқа да үлкен берері бар. О мағынада Құдай тағалаға иманымызды арттырып, әрдайым жаратушымызға деген шүкіршілігімізді арттырып, ішіміздегі мынандай шүкіршілік халі дейді ғой, сол кернеп тұрып, бір разылықты білдіріп, енді құнына әлемді қараған кезде жаңағы екі намаздың ортасында болған оқиғаларды сәл-пәл сараптап, Құдай тағалаға бір мадақ айтып, ұлықтау, бұл намаз келесі намазға дейін рухани бір заряд Құдай тағаламен тығыз байланыстыратын бір нүкте десек болатын сияқты. Ереке айтар, осыны жалғастырса ойыңыз қандай? Намаз деген жаңа айттық қой, жаңағы парсы тілінен келген, жалпы түркі әлеміне көп терминдер, діни терминдер парсылар арқылы келген. Ал енді Құрандағы, жаңа хадистегі келген намаз ол сала деп келеді, сала. Енді сала деген біз өткен бір подкасттарда да айтқан сияқтымыз, бірақ қайталау болсын бір жағынан. Сала деп мына адамның омыртқасын айтады екен да. Одан кейін кейде жаңағыдай сала деп мына темір бар ғой, қисық темірді отқа салып қыздырып түзетуді де айтады екен. Сонда тілдік мағынасы жағынан. Енді бұл тілдік мағынаны терминдік мағынамен жаңағыдай байланыстыратын болсақ, бұл намаз адамды сондай қисайған жерлерін түзететін бір ғибадаттың түрі десек болады. Ал егер омыртқа мағынасын алатын болсақ, бұның пайғамбарымыз хадисінде айтқан сияқты, намаз діннің тірегі. Омыртқа қалай адамның тірегі болса, адамның діннің тірегі намаз. Оны да пайғамбарымыз солай айтып кеткен. Демек, адамның егерде өмірінде намазы болса, егер пайғамбар көрсеткендей, одан кейінгі ғалымдар, ғұламалар көрсетіп кеткендей, нағыз ақысы беріліп оқылған намаз болса, онда ол адамды кәдімгі Құдаймен жаңағы өзіңіз айтқанда байланыстыратын, рухани өміріндегі жаңағы бір тірегі болып тұратын нәрсе. Сол үшін көп адамдар жаңағы кезінде айтады ғой, мұсылмандарға психолог қажет емес деген нәрсені көп естиміз да, бірақ бүгінгі таңда көбінесе мұсылмандар барып жатқанын байқайсыз психологтарға. Сонда неге деген кезде мына тахаджуд намаздары, басқа кейбір сүннет намаздар, парыз намаздар бұл Құдаймен адамның арасындағы бір диалог. Осы нәрсе өте жақсы деңгейде атқарылған кезде адам бүкіл сырын ақтарады. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді ғой, фатихасыз намаз жоқ. Фатиха не деген кезде, фатиха құлмен Құдайдың сөйлесуі сияқты. Ияка нағбуду ва ияка настаин, ихтинас сиратал мустақим деп жаңағы бізді тура жолға сал, біз өзіңнен ғана жәрдем тілейміз деген сияқты нәрселерді айтамыз.
міне осы сондай деңгейде ашылатын болса, өз сырын солай Құдайға ақтаратын болса, егер қажет болатын жерде көзінен жасын шығарып тұрып, сондай Құдайға мұңын шағатын болса, бұндай адамның ішінде жаңағыдай стресс, депрессия деген нәрселер болмайды, ақтарып шығарып тастайды. Сол үшін де бұл рухани бір ұстын сияқты адам үшін намаз өте қажетті. Бүгінгі таңда енді кейбір намаз оқып жүрген адамдардың жаңағыдай кейбір істеріне қарап намаздан жаңағыдай жүрегі шайылып қалған, намазға деген дұрыс көзқарасы қалыптаспай қалған адамдар болуы мүмкін, бірақ қалай ол адамның қателігі болғанмен, намаз ол Құдайдан келген бұйрық болғандықтан адамның руханиятына бірден бір шипа болатын, әсер ететін. Және жоғарыда айтылған сөзден мынандай түйіндесе болатын сияқты, енді соля деген тілдік мағынада қисық темірді ыстық отқа салып түзеу болатын болса, енді хадистерде айтылады ғой, шынында әр намаз екі намаздың арасындағы күнәларды кешіріп, егер мынандай калиядан шығып жатса, рухани деңгейден, белгілі адами психологиялық деңгейден оны түзеп тұратын бір ғибадат та, адамның реттеп тұратын, реттеуші десек болады. Екінші жаңағы психология туралы айтқан кезде мынандай бір ой бар, жалпы іште жиналып қалған дүниені Құдай тағалаға түнде тахажжудке тұрып мұңын жарып, бір тамшы жас, бәлки бір тонна іштегі негативті алып шығады ше. Жалпы көзден жас шығу енді бұл хаққысы берілмеген, бүгінгі таңда қатты ескерілмеген ең маңызды сүннеттердің бірі. Біз баршамыз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте көп жасап, сақалы дымқылданғанға дейін, сахабалардан да бұл сүннеттің тірі екенін көреміз. Бұл заманға келген кезде бұл сүннеттің өмірімізде азайып, нәтижесінде де осындай бір халға келдік делік. Олай болса, түнгі намазымызды тірілтіп, Құдай тағалаға ішкі мұңымызды жарып, көз жасымызды шығарған кезде пайда бар дегендей бір ой түйсе болады. Намаздың ішінде енді адам намазға кіре алу үшін жаңағы жаратушының жаңа үш есімін айттық қой, енді үш бөлімге бөлінген. Бұны сезіне алу үшін адам бірінші өзінің әлсіздігін түсіну керек. Әлсіздігін түсінсе, ол жаратушының жәлал есімін жақсы түсінеді, ашылады. Сол кезде барып оны пәктей алады. Әйтпесе ол өзінің әлсіздігін мойындамаса, қазір енді кейбір бауырларымыздың намаз бастай алмай жүрген себептерінің бірі өзін әлсіз деп көрмейді ол. Сол үшін ол жаратушыны пәктегісі келмейді, субханалла деп айтқысы келмейді. Екінші, өзінің пақырлығын сезіну керек. Яғни қолында қанша мүлік болса да, қанша не болса да, бұл бір сәтте жаратушы алып қоя алады. Яғни бір немен де. Сол үшін ол пақырлығын түсінетін болса, онда барып жаратушының жәмал есімдерін көре алады да, ол қандай нығмет беріп жатқанын, ұйқыны қалай беріп жатқанын, намазда тұрған кезде сол әрекеттің өзіне күшті кім беріп жатыр, яғни былай буындарының әрекет еттіруін мысалы. Одан кейін кемістік деген нәрсе бар. Адам баласы өзі әр істеген нәрседе бір кемістік бар. Енді бұл намаз оқыған күннің өзінде адам бір кемістікпен намаз оқиды. Бір кем дүние дейсіз ғой. Сол үшін намаз біткен кезде 3 рет истиғфар айтылады ғой. Не үшін айтамыз яғни бұны? Біз бір керемет бір құлшылық жасадық, бірақ оны да кемістікпен жасадық. Яғни бір жерде бір минус кетті, біз білмейміз. Ал енді ол жерде бір тәкаппар, мен қандай керемет бір намаз оқыдым, яғни мен сияқты бір намаз оқитын басқа адам бар ма десе, ол Алла тағаланың кемал есімдерін ол танымайды ол. Ал енді сіз әлемге қараңыз, жаратушының кемал есімдері көріне ме мысалы? Көрінеді. Алла тағала бір гүлді өсірсе де қалай кәміл түрде жаратады ғой оны мысалы. Яғни күннің қазір ғалымдар айтып жатқан жоқ қой, енді осынша градус көп болса әлем мынандай болып кететін еді, аз болса мынандай болып жоқты, ол бәрі идеальный тұрғыда белгілі, бұл жаратушының бір кәмілділігі да. Ешкім айтпайды, біздің саусағымыз 6 болса ыңғайлы болады деп айтпайды. Керісінше ыңғайсыз болады. Жаратушы бұл 5 саусақты ең кәміл түрде жаратқан да. Сол үшін осы 3 неде өзі кірсе, әлсіздігі, пақырлығы, сосын мынау кемістік, құлшылық жасаса да, жақсы нәрсе істесе де, кемістікпен жасағанын мойындап тұрса, ол сол кезде оның намазынан бір намаз шығады да. Әйтпесе сезіне алмайды ол. Керісінше мақтануы мүмкін, керісінше намаз оқымай жүргендерді тозаққа кіргізіп, өзі жәннаттың кілтін былай қолында айландырып тұруы мүмкін да. Бар, ондай бар. Машалла. Бұл намазға шынымен бізде енді сөз түйіндейтін болсақ, латаиф деген дүниелер бар ғой, көп сезімдер, нәзік сезімдер.
кейбір сезімдер шынымен былай күнәларымызбен нетіп қалады екен, қарайып соны бүйтіп тазалап өз әлсіздігімізді мойындайтын болсақ, онда өсу болады. Бұны мына мысалмен айтса дұрыс сияқты. Енді ол айтылған дүние әлсіздікте қуат бар дейді ғой. Иә, күш бар. Иә, кішкентай сәби өз әлсіздігін мойындайды, Құдай тағалаға айтады, Алла дейді, мен сөйлей алмаймын, істей алмаймын, сен маған бірақ қана құрал бергенсің, әлсіздігімді мойында, ол құралда деп жылау дейді да. Нәтижесінде апасы да атасы да жүгіреді ғой. Барлық нәрсе істеп береді. Иә, тура сол сияқты біз де өз әлсіздігімізді Құдай тағаланың алдында мойындаған болсақ, онда шынымен онда көптеген дүние ашылатын сияқты болып тұр ғой. Яғни машалла, қазір 5-ші етіп оқиық анда. Енді жалпы мынандай сұрақтар туады. Не үшін намаз оқисың, немесе не үшін намаз оқимын деген бір сұрақтар туады. Сонда мысалы бұған мынандай қылып жауап берілген кезінде бір кітаптан оқығаным бар. Сол енді біз өзімізде кейін жаңа кәмелет жасқа тола салып намазға келген жоқпыз ғой. Бізде ақ-қараның не екенін білмей біраз уақыт өткізіп келіп, содан кейін намазды үйрендік. Сонда бір намазды үйреніп жүрген кездерде бір кітап қолға тиіп сол жерде оқығаным бар. Қатты әсер еткен. Сол жерде мынандай бір нәрсені айтады. Адам дастархан мен дәретхананың арасындағы аппарат емес. Егер де Құдайға деген бір рахметі, Құдайға деген бір құлшылығы болмаса адамның, онда ол өзін солай сезінсін деген да. Мына жақтан алып, басқаша қылып, басқа жаққа тастайтын бір ортада аппарат сияқты. Егер бұндай болса, онда адам өзінің деңгейін сондай бір деңгейге түсіреді. Сол үшін сондай болмаймын деген үшін Құдай тағала бізге өзіне бөлек бір ғибадат арнауға уақыт бөлдірген. Одан кейін тағы бір мәселе, мына қазір әсіресе мына қоғамда әлеуметтік желі дамып тұр, ақпарат ағыны өте көп болып тұрған кезде адамның өзіне уақыт табуы өте сирек. Таба алмайды адам. Қазір осы жерден шығып біреумен кездесу, одан кейін тағы біреумен сөйтіп үйге барып, құлайды, таңертең тұрады, мектебі, жұмысы бар, бәріне солай кетеді. Бір сәт жеке тып-тыныш отырып адам, мен не істеп жатырмын, қай жерде жүрмін, қайда кетіп бара жатырмын деген бір ойды ойлау мүмкін емес. Сол үшін осы ақпараттар ағынынан алып шығып, заманның ағысынан алып шығып, бізде өзімізбен өзімізге жеке тастайтын бір нәрсе. Бұл сол намазда. Намазда бір 5 минут, 10 минут адам жеке қалады. Сол жердегі оқылған Құран аяттарымен өзіне қайтадан бір жаңарту жасайды рухына. Импульс береді. Иә, сол үшін де бұл адамға өте қажетті. Не үшін деген кезде осындай жаңағыдай жауап айтуға болатын сияқты жалпы. Жалпы ғибадаттың хикметтерін біз білмейміз, санымен санай алмаймыз. Алайда көптеген хикметтердің бірі осы десек болады. Алайда басқа да себептері бар. Енді не үшін оқимыз деген кезге біріншіден енді жасы үлкен адамдар ары ойланып, бері ойланып, бір өмірді нормальный дейді ғой бізде. Дұрыс өмір сүруді бәріміз қалаймыз. Енді сол дұрыс өмір сүрудің философиясы мен формуласын білмейміз да. Енді оны тарихта да көптеген жүйелер болған, дұрыс өмірдің анықтамасы. Нәтижесінде Құдай тағаланың бізді махаббатпен жаратқандықтан бізге Құдай тағала шынайы дұрыс өмірдің формуласын берген да. Сол негізде намаз тірек болып тұр да, фундамент болып тұр. Егер бәріміз аңсаймыз, мен шын жақсы өмір сүргім келеді. Енді жақсы өмір неден қалыптасады болатын деген болсақ, онда фундаменті Құдай тағалаға бет бұрып, дәретімізді алып, қыблаға қарап, басымызды сәждеге қойып, Құдай тағаланың алдында өз міндетімізді орындаудан басталатын сияқты. Енді намаз діннің тірегі дедіңіздер жаңа жоғарыда. Енді бұл тірек болу үшін жалпы біз бірінші адамның несін түсіну керекпіз. Жаңағыдай әшейін бір сіз айтқан мына дастарханнан дәретхананың арасында жүретін болса, оған адам сияқты керемет болып жаратылу керек емес еді. Оған хайуандар да жасай алады. Яғни былай оттайды, одан кейін барып қораға барады деген сияқты. Оған әшейін бір жаны бар бір жаратылыс болса жеткілікті еді. Енді бірақ адам ақылы бар, бір нәрсе істесе де оның ең жақсысын істеуге тырысады. Бір көркем өмір сүруге бір несі бар, құштарлығы бар да. Өйткені адам бұл әлемнің бір қорытындысы сияқты, бір дәнегі сияқты. Хазіреті Әлидің келген бір сөз бар ғой, адамға кіші әлем, ал әлемге үлкен адам деген сөзі бар да. Бұл әлем бір өзі бір адам сияқты. Ал соның бір былай шағылысқан немесе дәнек ретінде қараған кезде ортада адам тұрады. Сонда адамда
бұл табиғатта бар нәрсенің барлығы бар. Мынау шашымыз, мынау қасымыз, бұлар әлемдегі немесе мына дүниедегі бүкіл табиғат әлемін көрсетеді. Табиғат, ағаш, нелерді жаңа сіз айтып жатқан діннің тірегі ретінде анау омыртқаны айтып жатсыз ғой. Енді бұл бір Құранда да тауларды біз қазық қылдық дейді ғой. Енді адамның ішінде қазық болып тұрған бұл сүйегі бар да. Одан топырақ ретінде мынау етін алсаңыз, одан кейін ағып жатқан бастаулар, өзендер, бұлар адамның тамыры сияқты қандар. Сонда адам бір өзі бір жеке бір әлем сияқты да. Әлемнің бір кішірейтілген бір халі да оның не ретінде. Сонда адам бүкіл әлемді былай айтқан кезде жинап тұр деген сөз. Бір адам ретінде. Енді бұл адам керемет бір құлшылық жасау үшін ол да бір бүкіл құлшылықтың бір жинағы ретінде бір құлшылық болу керек те. Ол намаз. Енді намазды айтады ғой. Бүкіл құлшылықтың бір жинағы дейді, бір ішінде зекеті де бар, оразасы да бар, қажылығы да бар, зікірі де бар, пікірі де бар. Мысалы адамдардың жасайтын қандай құлшылығы бар? Бүткіл парыздардың бәрі ішінде қамтылған. Бұл тек адамдардың ғана құлшылығын емес, әлемнің, періштелердің де құлшылығын, жындардың да құлшылығын, былай айтқан кезде табиғаттың да құлшылығын, хайуанаттың да құлшылығын, барлығының бір несі жиынтығы бар. Ол намаз дейді да. Енді екі жиын қосылды. Адам тұр, және намаз тұр да. Енді оның ішінде енді екінші бір кітап ретінде қараған кезде әлем бір кітап, екінші бір кітап енді Құран кәрім ғой. Құран кәрімнің жиынтығы не? Фатиха. Сіз айттыңыз, ла салата иллал фатиха, яғни фатихасы намаз болмайды. Пайғамбарымыз неге? Өйткені бұл намаз өзі құлшылықтың жиынтығы болған болса, сенде онда Құранның бір дәнегі ретінде былай да айтуға болады. Жиынтығымен оқу керек. Кемел жаратылысқа кемел процесс керек қой. Фатиханы былай ішіне кіретін болсаңыз, былай айтқан кезде Құранның бүкіл несі бар ғой. Енді Құранды өзі бір 4 тақырыптан тұрады дейтін болсақ, жаңа таухид, пайғамбарлық, құлшылық, одан кейін муамалат, ақирет несі, соның барлығын енді қамтиды ғой. Фатиха ішінде қамтиды несі бар. Сонда адам енді неге бұндай бір керемет құлшылық жасау керек? Өйткені ол мынау табиғаттың өз белгілі бір дәрежеге әкеліп қойған бір құлшылығы бар. Хайуанаттың белгілі бір дәрежеге әкеліп қойған бір құлшылығы бар. Енді осыны намазда адам, мұсылмандар намазда соны жаратушыға ұсынады да бүйтіп. Міне біздің құлшылығымыз. Сол үшін біз ияка нәбуду ва ияка настаин, яғни біз осы әлемді представитель. Енді былай материалдық тұрғыда түсіндірейік. Енді мысалы бір өлі адам бар, бір сақау адам бар, немесе тіл жоқ адам бар, үшінші тілі бар адам бар. Мына жерде бір патша бар дейік те, мысалы патша бар. Мына өлі адамның не істейтінін, енді дұғасын, былай айтқан кезде оның денесіне қажет нәрсені мына сақау адам біледі дейді. Бұл енді бірден келіп мына тілі бар адамға жеткізеді. Енді тілі бар адам патшаға айтады ғой енді. Патша бұларды білмейді емес, патша біледі да, бірақ бұл үшеуінің бір үйлесіміне қарап, ықыласына қарап, мысалы қабыл алады да. Тура сол сияқты енді табиғат адамдардың тілі сияқты бір жаратушыға не жасамайды ғой. Дұға етіп, маған жаңбыр керек, маған жаңбырыңды жаудыр. Жоқ, олар өзінің құлшылығын жасап, сіздің неңізге әкеп тұр. Ал сіз 5 уақыт сайын осы табиғаттың дұғаларын бәрін арқалап, былай айтқан кезде аманатты жаратушыға жеткізіп бересіз да. Ал енді сіз жеткізбесеңіз, айтады ғой, адам тек өзінің күнәсінен тозаққа кірмейді ол деп. Ол сансыз түрде жаратушының жаратқан жаратылыстарының ақысын жегендіктен, соны өтей алмағандықтан тозаққа кетеді дейді. Сонда осы сізге әкеп тұрған нені сіз арғай жеткізе алмаған кезде, бұл бір қандай бір ақмақтық бір не шығады да. Сол үшін жаңағы намазды біз қараған кезде, намаз енді мұсылманның парыз ретінде зекет, былай айтқан кезде уақытыңыздың зекетін беріп жатсыз, денсаулығыңыздың, буындарыңыздың несін берген сияқты. Намазда тамақ жей аласыз ба? Жоқ, жей алмайсыз. Яғни оразаның бір дәнегі бар. Былай айтқан кезде сіз намаз оқыған кезде жүрегіңізге оразаға бір дәнек тасталып отырады да. Рамазан келген кезде сіз соны қуана қарсы аласыз, дайын боласыз. Одан кейін намаз оқыған кезде, намаз деген ол қайткен күнде қағбаға қарау керек, қағбаның бағытына қарайсыз ғой. Былай айтқан кезде бір арман, қажылыққа барсам, бір тауап етсем,
деген бір неде тұрасыз. 5 уақыт тұрып. 5 уақыт қалайсыз. Қазір енді мынау тренер жасап атқандар біреудің ақша табуына келген кезде айтады ғой, сен өзің айнаға қара, айнаның алдында қанша ақша табатыңды айт дейді да, өзіңді сендір дейді да. Енді сіз 5 уақыт намазда қағбаға қарап тұрғандай, мысалы бір тауапты армандасаңыз, мына дүниелік нәрсенің өзін айнаға қарап адам 1-2 рет айтса, соны әсер ететін болса, бұл неге әсер етпейді? Машалла. Күнде 5 уақыт жасайсыз бірде. Сонда ол адамды былай айтқан кезде қажылыққа да итермелейді да. Жасап қайтайын деген сияқты. Одан ішінде зікірі бар, дұғасы бар, несі бар, бәрі бар. Ал енді әрекеттер жағынан қараған кезде, әрекеттер жағында сіз қиямда тұрасыз. Қиямда сіз бүкіл табиғаттың құлшылығын жасайсыз. Көрініс. Өйткені ағаш қиямда. Таулар. Таулар, ағаштар, бұлар қиямда тұрады. Енді біз айттық қой, енді тек адамның емес, бүкіл әлемнің құлшылығын жинайды деп, сіз бір сол табиғаттың құлшылығына да кіресіз да. Одан кейін рукуға бару арқылы хайуанаттың бәрі рукуда ғой, былай айтқан кезде. 4 аяқта еңбектеп жорғалап жүргендер. Тура соның халіне кіресіз да. Ал ең соңында сәждеге барасыз, былай домалап бір тас, топырақ болған сияқты жермен жексен боласыз да. Енді жансыз заттардың көрінісі дейсің ғой. Енді бұл бізге көрініп тұрған жаратылыстың құлшылығы, бұның сыртында періштелердің өзі, яғни адам сияқты құлшылық жасамайды да. Бір періште бар дейік, мысалы жаратылу мақсаты тек сәжде жасау болды. Ол сол сәждеде жатады болды да. Енді бір періште бар, ол тек тауап етіп жүреді. Құлшылығы. Енді бір періште тек рукуда тұрады. Енді бір тек зікір айтады. Ал адам сияқты былай жинап, былай айтқан кезде адамның да бір періштеден бір жоғары болуының несі де сол да, яғни көркем, ең керемет бір құлшылықты жаратушыға былай толық түрде не істейді? Ұсынып береді. Сол үшін адам енді бұған лайықты болу керек та. Осындай жауапкершілік, намаздану керек дейсің ғой. Бұндай жауапкершілікті алмаса, жаңа эстафетаны ары қарай жеткізбеген саналайын деп тұр ғой. Ол да бір үлкен бұйрық қой, оның да хаққысын бермеген боламыз. Жалпы осыған дейін намаздың маңыздылығы, орындалу рухани деңгейдегі қалай болатыны, не үшін оқимыз дегенге 1-2 хикмет айтылғандай болды. Әрине бұны айтып та қияметке дейін таусамайтынымыз анық. Енді осы намаздың бізге әлемімізде, өмірімізде көрінетін қандай да тағы бір әсері бар, пайдасы бар. Өйткені біз логикамызбен сондаймыз ғой, әр нәрсенің бір пайдасына, Құдай тағаланың да Құранда жәннат берем деген сияқты біздің жаратылысымызды ескеріп, осындай бір сүйіншілері бар. Намаздың бізге берер қандай сүйіншілері бар, бір сағынып намаз оқитынға итермелейтіндей. Осыған бір айтарларыңыз болса. Енді жалпы намаздың жаңа өзіңіз айтқанда хикметі өте көп. Адамды өзімен өзін жаңа қауыштыру, жеке қалдыру, Құдаймен сөйлестіру деген сияқты мәселелер бар. Одан бөлек мына Анкабут сүресінің 45-ші аятында келеді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Намаз адамды арсыздық пен жамандықтан тыяды деген айтылады. Уала зикруллахи акбар дейді. Сонда намаздың 2 функциясы бар екен, жалпы адамның жаңағыдай тұлғасында көрініс беретін. Біріншісі фахша мен мункардан тыяды, екіншісі Алланы зікір еткізеді. Осындай намаздың негізгі үлкен 2 мақсаты бар. Негізгі мақсаттары. Енді фахша деген не деген кезде ғалымдар көп деген жағдай нелер берген, түсіндірмелер. Бірақ енді біздің тілімізде бұл арсыздық деп айтуға келеді. Арсыздық түрлі адамның жағдай. Адам енді көп қой. Мысалы арсыздық деген мына адамның ішкі ары, ожданы, соның аузын жауып, адам мысалы ары адамның ішіндегі кез келген бір қателігі қате болса мазалап тұрады. Мойындап тұрады іштен. Біреуге жаман сөз айтып қалса да өзімен өзі қалған кезде сен жаңа дұрыс айтпадың ғой деген сияқты. Сен ол жерде отырғызып қояды. Адам оның үнін өшіріп оны жабатын болса, міне осындай істердің барлығы арсыздыққа кіреді да, яғни құлақ аспау, ар ожданына құлақ аспау. Осындай нәрседен тыяды. Егер адамның ішінде ары сөйлеп тұрса, онда оны белгілі бір деңгейде тоқтатады жаңағыдай жамандықтардан. Бұған бірден бір жаңа арды ояу ұстайтын, адамның ожданын оятып тұратын нәрсе бұл намаз екен. Алла Тағала өзі айтып тұр да осы нәрсені. Фахшадан тыяды. Одан мункардан тыяды. Мункар дегенде сондай бір жаманшылық. Тіпті кейбір ғалымдар айтады, мына фахша деген нәрсені таътил деп айтқан екен. Таътил деген дінсіздік.
бостық, құдайсыздық былайша айтқан кезде осы нәрседен тыяды. Мысалы қазір қарасаңыз адамдар мысалы мүмкін емес дейді, үміт үзетін, кез келген бір нәрседен үмітін үзіп жүретін адамдарды ғалымдар сен Құдай жоқ сияқты әрекет етіп жүрсің ғой дейді да. Құдай бар болса сен неге үмітсіздікке салынасың? Сен Құдай, сеніп тұрған Құдайың бар артында. Ендеше неге үмітсіздікке түсесің? Түспе үмітсіздікке, басыңды көтер дейді да. Сол үшін осындай нәрседен, үмітсіздіктен құтқарады бұл нәрсе. Фахша деген осындай құдайсыздықтан құтқарады адамды. Енді мункар деген бұл жаңағыдай Алла тағаладан келген жаңағыдай үлкен сыйды, Алла тағаладан келген үлкен жаңағыдай сый сияпаттарға қоса Алладан да басқа біреулерді қасына қосу. Былайша айтқанда серік қосу Алла тағалаға. Құдайдан да мына мүшриктерді қарайтын болсақ, недегі олар Құдай жоқ деп айтпаған ешқайсысы. Мойындаған. Бар Құдай бар дейді, бірақ Құдайдың астында бір құдайлар бар дейді да. Құдайдан сәл бір саты төмен құдайлар бар. Иә, сондай құдайшықтар бар дейді да. Осы нәрседен тыяды былайша айтқан кезде адамды. Тікелей байланыстырады ғой сондай ұлы жаратушымен тікелей байланыстырады. Иә. Осы намаздың негізгі функциялары осындай нәрсе деп айтуға болады, адамға беретін пайдалары. Енді одан кейінгі жаңағы мақсаты Алланы зікір ету. Алланы зікір ету деген кезде бұл қалай зікір етеміз? Жаңағы Ерболат мырза айтып кетті ғой. Әсмаул хусналар бар, жәләл, жәмәл, кәмәл сипаттар бар Алла тағаланың. Бұларды адам танитын болса, негізі бұлар арқылы адам өзін таниды. Мысалы, Алла тағаланы жәмәл дейтін болсақ, көркем дейтін болсақ, адам абсолютті түрде көркемдікке жете алмайды. Мен сұлумын, әлемнен асқан сұлумын деп айта алмайды, өйткені сенен жоғары сұлулықтың иесі бар. Немесе адам мен күштімін деуі мүмкін, жоқ, сенен де күшті бар деген сияқты. Алла тағаланың әсмаул хусналары арқылы адам тек Алланы емес, өзін де таниды. Өзін таныған адам Алла тағаланы солай көп зікір етеді. Зікір деген сөз сол нәрсе, адам өзінің кім екенін еске түсіреді, және Алланың қандай ұлы екенін еске түсіреді. Өстіп бұндай адам жаңағы жүрген жүрісінде, тұрған тұрысында әрдайым жаңағыдай бұралаң жолдарға кетпейді. Ереке былай айтса бола ма? Енді Құдай тағала жаманшылықтан тыйды дедік, Алла тағаланың көркем есімнің шағылысқанын көрді дедік. Соған бір разылық іштен келді де, намаз адамның шүкіршілігінің, Құдайға разылығының бір көрсеткіші. Ең керемет көрсеткіш. Ең керемет. Ең керемет көрсеткіш. Халді көрсетеміз. Құдаймын, мен разымын, сен бергенің бар екен, ауаны да бердің, кемелдікті де бердің, адами деңгейде шынымен кемел жаратылыспыз ғой, өз деңгейімізде. Сұлулықты да бердің, сонда көз бердің, осының барлығына разымын. Енді сол разылығымды, бір шүкіршілігімді көрсету үшін сен алдына соның шүкіршіліктің көрсеткіші ретінде намаз. Иә. Енді машалла. Намаз ең көп қайталанатын құлшылық қой. Енді зекет жылына бір рет болса, намаз жылына бір рет болса, қажылық өмірде бір рет болса, ораза жылына бір ай болса, намаз күніне 5 уақыт. Яғни бұл жерде мынандай нәрсе бар да, жаңа Ермек мырза айтқан сияқты, адамның да өзінің кемістігін танитын нәрселер осылай жылдам қайталанады. Мысалы айтайық, сіз ұйықтадыңыз, ұйқыңыз қанды тұрдыңыз да, ұйқыңыз қайта тез кетеді. Яғни 3 күн ұйықтамай жүрмейсіз. Кеш болады, ұйқыңыз келе бастайды да. Былай айтқан кезде сіз бүйтіп, мен үнемі тірі жүретін адаммын, ояу жүретін адаммын деп тәкаппарлана бастаған кезде уже ұйқы қыса бастайды да. Таңертең тамақ ішіп аласыз, түске келесіз, қарныңыз ашады. Мысалы, енді біреу айтады, мен неге қайта намаз оқи беремін? Намазда да солай жылдам адам өзінің кемістіктерін біліп, былай жоғарылап тұрған сияқты, мынау кемістіктерді де жаратушы тез көрсетеді. Бір жұмыс істеп бастай шаршай қаласыз. Демалып аласыз, қайтадан істей бастайсыз. Айтқан кезде тәкаппарлануға да бір не жоқ, мүмкіндік жоқ. Енді Құран кәрімде мынау ширкке қатысты аяттар бар ғой, сол жерінде көбінде сұлтан сөзін қолданады. Яғни біз ол ширкті саған дәлелдейтін бір ешқандай бір не көрсетпедік деген сөз да ол. Сен былай қарап тұрып, мен Құдаймын деп айтқан күннің өзінде ұйқың келе бастаған кезде, қарның аша бастаған кезде, әлсірей бастаған кезде, бір нәрсеге мұқтаж екеніңді көре бастаған кезде, немесе сырқаттанған кезде, бірден сен өзіңнің ондай емес екеніңді былай айтқан кезде бірден көрсетеді. Ал енді жаратушы деген не? Жаратушы деген лә тәхузуху синатун, яғни былай айтқан кезде ұйқыны ғой, қалғудың өзі жоқ та, қалғу, яғни біреу ұйықтамай қалғы болса, сіз ой жақсы адам екен дейсіз ғой, ұйықтамады.
Қалғудың өзі бір не болмайды, оған бір кемістік болмайды. Кемістік емес. Жаратушы да ол ұйқыны айтпа дейді, ол ұйқы деген нәрсе. Қалғудың өзі жоқ. Сонда қай нәрсеге адам былай ширкке бастайды, негізі бұған ешкім дәлел әкеле алмайды деген сөз. Біз әлемде оған бір дәлел жаратқан жоқпыз. Біреу тұрып мен баламды өзім жараттым десе, онда ол жерге не үшін барасың? Айтады, мен ұлыма қызба екен барайын, сен жаратып жатқан болсаң, бұны не үшін барып жатсың, өзің білу керексің ғой дейсіз да. Байтқан кезде ширкке былай адам адым аққан кезде шанс жоқ. Аяттарда сол байқалады да. Сол үшін бәлки содан болар шіркең үлкен күнә, өйткені ешқандай себеп жоқ та, ақмақтықтың нәтижесі ғой шіріктік деген. Құдайға серік қосу ешқандай себеп жоқ, ешқандай дәлел жоқ. Сен серік қосып тұрсаң да бүткіл жаратылыс саған қайшы екенін көрінді көрсетіп тұр. Осының нәтижесінен де болса керек, шірік ең үлкен күнәлардың бірі. Аты да айтып тұр ғой, шірік деген енді шірітетін нәрсе да. Машалла. Енді намаз жалпы фахшадан, мункардан тыяды дедік қой. Намаз оқудың, намаз оқып та белгілі бір қателіктерді, белгілі бір күнәларды істеу процесін бақылауға болады. Сонда намаздың миссиясының оның атқарылуын форматы ма, оның деңгейі бар ма, или абсолюттық деңгейде ма, осыны қалай түсінеміз? Мысалы қараңыз, намаз оқиды, соғысқа барғандар бар. Намаз оқып та белгілі бір отбасын қинаған, бала шағасын там білмеймін, белгілі деңгейде зорлық зомбылыққа жыққан адамдар да бар. Сонда намаз оқыған кезде неге олардан тимады деген бір сұрақ туындайды да. Онда намаздың бір сипатында проблема ба, әлде адамның қарым-қатынасында проблема бар ма? Енді бұл жерде намаздың өзінде ешқандай проблема жоқ. Егер де бағана біз басында айтып кеттік, пайғамбар көрсеткен, сахабалар, ғалымдар көрсетіп кеткен намазды атқара алса адам, онда бұл намазда ешқандай проблема жоқ. Сол намазға деген адамның қарым-қатынасы қандай, содан нәтиже шығады да, адамға содан нәтиже береді. Егер тыймай жатса, бұны пайғамбарымыз да жаңағыдай бір сөзінде айтып кеткен, кімде-кімнің намазы тыймаса, жаңағыдай жамандықтан, арсыздықтан тыймаса, онда ол Құдайдан алыстап жатыр, басқа ешқандай. Яғни намаз оқу арқылы. Намаз оқу арқылы. Себебі мынандай нәрсе бар екен, жалпы адам діндарлығын көрсету үшін, мысалы Мағун сүресі бар ғой. Мағун сүресі осы намазды не бұзады дегеннің бір керемет жауабы сияқты. Немесе намаз неге адамды жамандық пен арсыздықтан тыймайды дегеннің жауабы осы Мағун сүресінде. Себебі мүшриктердің заманында оларда намаздар бар еді. Олардың да құлшылықтары бар еді. Ибрахим пайғамбардан қалған бұрмаланған бір түрлері бар еді. Сол жерде бұларды өзіңіз айттыңыз ғой, ақимус-сала деп келеді Құранда. Ақимус-сала деген бұл намазды орнынан тұрғызу, яғни құлап жатқан бір намаз бар. Егер адамның намазы құлап жатса, онда ол намаз адамды жамандықтан тыя алмайды. Сол үшін Құранда утлус-сала деп келмейді, иқра-ус-сала деп келмейді, немесе ақимус-сала, салли-сала демейді. Салли-сала деп келмейді. Жаңағыдай намазды құлап жатқан намаз ақимус-сала. Намазды тұрғызу керек. Кім намазын тұрғызса, ол адамды тұрғызады. Адамға не береді? Адамға принциппен өмір сүруге үйретеді. Уақытты үйретеді. Қай мекенде, мысалы біз бір жерге баратын болсақ, құбыла қайда деп сұраймыз да. Уже біз географиялық орнымызда құбыланың қайда екенін, батыс қайда, шығыс қайда, қай жерде тұрғанымызды білеміз. Одан кейін уақытқа қараймыз. Біз қазір қай уақытта, бесінің уақытындамыз ба, ақшамның уақытындамыз ба деген уақытқа оятады адамды. Сергек ояу жүру. Енді бұл намаз тек қана бұл намаз емес, өмірде сондай ояу жүруге. Сен қанша жасқа келдің, қандай уақытта келдің, сен бір 40-50-дің ішіне келіп 20-30-дағы адамның ісін істеп жатсаң, онда сен уақыттан қалып қалдың деген сөз. Осындай нәрселерге оятады, және бұл адамды жамандық пен арсыздықтан осылай тыяды да. Ал енді жаңағы Мағун сүресінде сен жаңағыдай дінді өтірікке шығарған адамды көрмедің бе? Дінді жалғанға шығаруда адамның намазының жоқ екенін көрсетеді. Мейлі ол сыртқы формамен мүшриктердің кезіндегі атқарған намаздары сияқты намаз атқарса да, бірақ ол егер ақыретке сенбесе, Құдайға жаңағыдай үмітсіздік арқылы тәуекел жасай алмаса, онда ол дінді жалғанға шығарып жатыр деген сөз да. Дінді жалғанға шығару арқылы намазын бұзып жатыр, былайша айтқан кезде. Бұлар не істейді? Ядуул ятим. Олар жетімді қақпайлайды. Жетімді қақпайлау деген сөз, егер бір адам намаз оқып жүріп жетімдің басынан сипай алмаса, жетімді
кеудесінен итеретін болса, онда оның намазы сыртқы формадағы намаз, оның асыл мақсаты орындалмай жатыр. Бұл намаз яғни қарайласуға, қоғамға, социальный проблемаларға араласып жәрдемдесуге итермелеу керек. Адамды осындай жағына әкелу керек бұл нәрсе. Егер осындай сезімдерін оятса, жаңа айттыңыз ғой, латаифтарын оятады. Осындай латаифтарды оята алмаса, онда ол намазда проблема бар. Онда құр физикалық деңгейден еңкейіп, рукуға барып, сәждеге барған болады, руханияты жоқ, отношениясы дұрыс емес. Енді мына жерде мына нәрсені ұмытпау керек жалпы да. Енді біреу намаз оқып жүріп күнә жасап жүруі мүмкін, немесе қателіктер жасап жүруі мүмкін. Бір адам бұған қарап, бұны намаз тыймай жатыр деп айту өте қиын да. Ол енді намазға бір тіл тигізген сияқты болады. Ол былай намаздың парыз екенін біліп біреу мойнынан түсін деп оққан күннің өзінде де оны белгілі бір нелерден тыяды оны. Біз білмейміз, өйткені оның, мысалы айтайық, бір адам намаз оқиды, біраз намаз оқумен қатар айтайық көшедегі кейбір адамдарға зиян келтіреді, қағып өтеді, немесе ұрып кетеді, немесе тіл тигізіп кетейік дейік та. Мінез жағынан. Енді біз бұл адамның намаз оқымаған халін білмейміз ғой біз. Намаз оқымаса мүмкін бұл өлтіріп кететін шығар, мысалы да. Одан да асып бір жамандық жасайтын шығар. Айтайық, мысалы бір адам намаз оқып жүріп, арасында бір біздің ұрлап алуы мүмкін. Енді бұл адам намаз оқымаған адам болса не істейтін еді бұл? Бұл деген бүкіл өмірі ұрлыққа айланатын еді. Сол үшін біз бір адамның, яғни былай жамандық жасап жүрген адамның намаз оққан халін білмейміз. Намаз оқып жүрген адамның намаз оқымаған халін білмейміз да. Яғни былай үкім айту өте қиын да. Сол үшін былай қарау керек та негізі. Бұл намаз оққан халі мынандай болған болса, бұл адамның намаз оқымағаннан истиғфар ету керек та. Немесе альхамдулилля, енді бұл намаз оқып осы, яғни былай айтқан кезде жамандықтың ең бір минимум дәрежесінде жасап жүр деп, ол адам өзі де солай қарауға болады да. Мен мүмкін намаз оқымасам мен қандай адам болады екен мен. Қазірдің өзінде бір рия жасап қоям, басқа бір қателіктер жасап қоям, намаз оқымаған халім қалай болады деп бір шүкір етіп қоюға да болады да бұл мысалы. Сол үшін енді әрине намазға сондай бір көзбен қарау керек, жамандықтан тыяды, соны мақсат ету керек, өмір бойы кемелденуге тырысу керек. Керек болса 40 жыл бойы оқу керек адам, мысалы нені күтпейді. Кейбір адамдар болуы мүмкін, мен 10 жыл оқыдым, бірақ мен ешқандай не болған жоқ. Сен білмейсің ғой. Ол үшін Алла тағала саған екінші бір өмір беру керек. Сен соған қайтып айланып бар, сол намаз оқымай бір өмір сүру керексің. Сол кезде бар. Ондай бір шанс жоқ та. Екінші бір берілетін бір шанс жоқ. Олай болса үкім шығаруға асықпау керекпіз. Бір, екіншіден және де әр намаздың қалай болғанымен бір сөз айтып артынан ғайбаттаймыз ба, біреудің артынан үкім шығармай қояйық. Біреудің артынан үкім шығармаймыз, бірақ мынандай нәрсені де ұмытпау керек сияқты. Мысалы адам, мысалы біреулер айтуы мүмкін өзі намаз оқиды, өзі бірақ жаңағыдай жаман нәрсе жасайды деген сияқты. Бұл намаз адамды періште қылады деген бір не айтылмаған да. Көрсеткіш емес. Өйткені мына әлемде қарайтын болсақ, шайтан деген статус бар, періште деген статус бар, ортасында адам бар да. Сол үшін адам болып өмір сүрген кезде қателігімен, кемшілігімен, сол қателіктен кейінгі тәубесімен, одан кейінгі Құдайдан кешірім сұраумен адам. Сол үшін жаңағыдай намаз оқитын адамдар періште болып кетеді деп олардан періште күту, онда бұл да сол жаңағы дұрыс түсінбеу деген. Сол мына нәрсе де бар да, енді намаз күнде 5 рет қайталанады. Қашан бітетінін білмейміз. Яғни өлгенге дейін адам жалғастырады. Бұдан бұрын оқыған намаздарымыз да бар. Яғни былай айтқан кезде негізі бір адам балиғат жасқа толғаннан бастап оқу керек қой. Енді ол намаздың пайдасы оны жамандықтан тыюы дер кезінде деп те қарамау керек. Яғни сіздің бүгінгі оқыған намазыңыз мүмкін сізден 10 жылдан кейін әсерін береді. Әсерін беруі мүмкін. Немесе бір жамандықпен былай бетпе-бет келуіңіз мүмкін. Тура сол сәтте сізді тыюы мүмкін да, сіз бірақ одан хабарыңыз жоқ. Былай қарауға болады да, енді біреу мысалы күреске қатысады, ол жаттығып жүреді ғой. Оған әдістер үйретеді, былай жасайсың дейді, бірақ адам бұны үнемі қолданбайды ғой. Бір күн бір 10 жылдан кейін алдынан бір адам шығып қалады, бұның бір сумкасын ұрлағысы келеді, сол кезде қолданады да ол. Сол кезде қолданады. Ол кезде ол ойламайды, мен 15 жыл бұрын осыны үйренген ем. Намазда тура солай да, біз балиғат жастан бастап оқыдық. Неге? Өйткені болашақта үйленеміз, семьялық проблем болады.
сол кезде мүмкін пайдасы тиетін шығар. Қазір бір адамның ажыраспай жүруі мүмкін, балиғат жасынан бастап намаз оққаны шығар, кейбір нәрсеге сабыр еткені, ұстап тұрғаны. Бұны енді анық көрмегеннен кейін адам ештеңе айта алмайды да. Сол үшін намазды жаратушы күніне 5 уақытқа қойды ма, и бұның бір ешқандай енді басқа құлшылықпен салыстырған кезде орнына не қоя алмайсыз ғой. Баламасы жоқ. Қиямда тұра алмасаң отырып оқы дейді. Отыра алмайсың ба, жатып оқы. Ең жоқ дегенде көзіңді қозғай аласың ба, оқы, яғни былай бір не жоқ. Шаман келмей ма, зекет бере сал. Шаман ораза ұстай сал, жоқ та. Ал енді намаздың, зекеттің орнына немесе оразаның орнына бір кәфарат бересіз, ондай бір мүмкіндік берілмеген да. Намаздың баламасы жоқ. Көзбен болса да оқы деген бір үкімдер бар ғой. Иншалла, намаз абсолюттық деңгейде жақсылық. Олай болса, бағанағы Ермектің Маун сүресіндегі «Уәлә яхудду аля туамил мискин» деген жерге келдік. Ары қаратай сол намазға қатысты аят бар ғой. Соны бір ашықтап кетсең аяқтап. «Аллазина хум юраун ва ямнаунал маун». Олар енді намаздарын, құлшылықтарын көрсету үшін жасайды. Сол үшін кейде адам бұл енді намазды енді үйреніп жүрген кезде жас жігіттер мен қыздардың бойында болатын нәрсе, ондай процесстен бізде өттік. Мысалы, намаз діндар екеніңді көрсету, бұл сондай бір сахналық қойылымға айналдырмау керек та бұл жаңағы намазды. Мысалы, біреудің үйінде мынандай жұмыс шығып тұр, мына жұмысты атқару керек десе, мен намаз оқып жатырмын деп жұмыстан қашу, бұның барлығы діндарлығын көрсету арқылы қоғамдық жауапкершіліктерден қашу. Керісінше бұндай осы жағынан көрсететін болса намазды, онда ешбір адам намазды жақсы деп айта алмай қалуы мүмкін. Сол үшін керісінше мысалы біз мынандай да нелер болып жатады, балама қалай үйретем намаз оқуды, балам балиғатқа толды, жақсы адам болса екен деп қалай үйретем деген кезде, балаға үйретуден бұрын жек көргіздірмеудің бір жолын көрсету керек та. Намаз оқиды әкесі, бірақ үйінде жаңағыдай баласын ұрып соғып, жаңағы үйінде өзі сондай бір тиран болса, тиран адам болса, онда ол бала айтады, онда керек жоқ, мен намазсыз жақсы адаммын, жақсы адам бола аламын дейді да. Сол үшін балаға үйретуден бұрын осындай жағынан бір көрсету керек. Одан кейін сол жаңағы намазды Маун сүресінде айтқан сияқты көрсету үшін жасамау керек. Бұл Алла Тағаланың тыйған нәрсесі де осы, барынша жаңағыдай елеусіз көрсетпей, енді көрсетпей деген кезде барып жеке бір үңгірге тығылып алу емес. Ниет сондай болмау керек. Мақсат етпей. Ниет сондай болмау керек, мақсат болмау керек. Одан кейін барып жаңағыдай қоғамдық мәселелерде жаңағыдай бөлісу, сұрап келген адамға барынша, тым болмаса жаңағы пайғамбарымызға Духа сүресінде де келеді, өзіңе сұрап келген адамды жақсы сөзбен шығарып сал, тым болмаса жақсы сөзбен шығарып сал деген сияқты. Осындай нәрселер атқарылатын болса, онда бұндай адамды жаңағыдай намазы және айналасындағы қоғамы дұрыс атқарып, дұрыс жағынан көрсетіп жатыр деп айта аламыз. Енді намаздың хикметтері бар, бізге берер пайдалары бар. Енді намаз сондай бір ерекше ғибадат, күніне 5 уақыт атқарылу керек. Құдай Тағаламен диалогқа шығып, өзімізді иманымызды арттыратын. Осының 5 уақыт болуында әрине Алладан басқа бұл шариғатты бекіткен ол сұралмайды, неліктен деп. Енді ол бекітілгеннен кейін біз жобалап дейміз ба, шамалап дейміз ба, қандай бізге берер пайдасы бар, психологиямызға ма, күнделік тұрмысымызға ма, осы жағына бір тоқтасақ. Әрине енді бұндай адамның қолынан келмейтін, яғни хикметін, бұл айтқан кезде пайдасын өз ойлап таба алмайтын нәрселерді жаратушы өзі қояды ғой жалпы. Яғни намаздың уақытын пайғамбарымызға берген жоқ. Сен өзің енді қоғамда өмір сүріп жатсың, қай уақыт оқыған ыңғайлы деп айтылған жоқ та. Жаратушы өзі қойды. Бұл деген сөз, бұл уақыттарда бір сыр бар деген сөз. Енді намазды біз таң намазымен бастайық. Мысалы, таң намазының уақыты қараңғылық аяқталып, жарық пен қараңғылықтың бір ортасында. Әлі жарық емес, бірақ сондай қою қараңғы. Ондай да бір қараңғы емес, бұл айтқан кезде бір ортада. Енді бұны мезгілдермен, адамның өмірімен, адамның енді балалық шағы, жастық шағы, қарттық шағы деген неге де қарап, қыс, көктем, жаз, күз деген мезгілдермен қарап, немесе әлемнің жаратылған уақытымен қараған кезде бұның бір нелері бар да. Мысалы, енді адамның өмірінен қарайтын болсақ, адам рухы ананың құрсағына түскен сәт, бұл айтқан кезде ананың құрсағында жатқан 9 ай уақыты, осы бір таң намаздың уақытын адамға бір бейнелейді.
сен қараңғы енді былай не толық дүниеде емес дүниеде емес ортада Аха. әлі дүниеге келген жоқ та адам таң намазына тұрған кезде сол кезден бастап өзінің жаратушы қалай жаратқанын Аха. бір тафаккур тәфәккур етіп мысалы келмей қалуым да мүмкін еді дүниеге, бірақ жаратушы мен жаратты, қазір таң атпай қалуы да мүмкін, бірақ ататын болса енді дүниеге келген сияқты сенің міндеттерің басталады деп соны бір енді сол жерде сол уақытта Алланың қандай есімдерінің шағылысы бар, жәлал есімі, жәмал есімі, кәмал есімдері деп соны тәфәккур етіп, намазды сондай бір немен оқу керек та. Немесе кешегі не бітті, кешегі күн бітті, мен жаңадан дүнияға келіп жатырмын. Қазір таң атуымен менің бір жаңа бір нем бас, өйткені амал дефтерде солай не істейді ғой, енді жаңадан басталады да. Дүниелік неде сол уақытта бастады. Неге оны балалық шақ емес, енді ананың құрсағындағы немен байланыстырып отыр деген кезде, өйткені таң атқаннан кейін 5-ге дейін бір парыз намаз жоқ та. Енді оны баланың дүниеге келіп балиғат жасқа дейінгі уақытқа қарасаңыз, бұлай ештеңке парыз емес. Ойнайды, күледі, бір немен жүреді да. Енді таң атты, таң атқаннан кейін парыз не жоқ, намаз жоқ. Жұмысыңды жасап ал. Дүние керек па? Тап. Өйткені қазір 5-дің уақыты келеді, парыз басталады. Сол кезде кедергі болмасын. Ойнаған кезде сол кезде ойна, керек болса да, мысалы. Деген сияқты бір не бар да, одан кейін балиғат жасқа толды дейік, адам енді жас, былай несі отырған, сақал шығып бастаған дейік, енді ақыл есі отырғаннан кейін бар, ол балиғат жасқа толады ғой. Енді қарасаңыз, күнде тура солай қақ төбеде да, қақ төбеде тұрған кезде 5 намаз парыз болады да. Былай айтқан кезде сен толдың, былай жетілдің, енді мына парызды орында деген сияқты бір адамға бір ишара. Одан кейін екінтіге барған кезде қарттық шақ, адам еңкейіп, күндіге де қарасаңыз уже еңкейіп батып бара жатады. 5-нің уақытында бір адам ойлауы мүмкін, бүгін күн батпайды деп, әлі көп уақыт бар деп ойлауы мүмкін да, бірақ екінтіге барып қалған уақытта адамға бұндай ой бермейді. Асыз. Бітті қазір кеш батады деген бір түсінік болады да. Тура сол сияқты сіз бір қарттық шақта да сондай ғой енді. Қарт, енді мен өлмеймін ау деген бір ой келуі мүмкін емес та. Төрінен көр жақын кез ғой. Сол сияқты ол екінтінің уақытында адам сол мен де бір күн осылай қартаям. Бүгінгі күн міне бітіп бара жатыр. Яғни былай айтқан кезде адамның өмірі енді ұзын да, бірақ бір күндік өмір бітті. Ана құрсағынан шықты, жастық шақ өтіп кетті, балиғат жас келді, енді қарт болдың. Одан кейін ақшам уақыты болған кезде уже өлім да. Ал бірақ қарасаңыз, ақшам уақытында әлі бір күннің белгілері тұрады. Өлген адамда сондай киімі тұрады, көлігі тұрады, бір белгілері тұрады. Есіңізге түседі, ана досым, немесе мына кісі жақында қайтыс болды, бір белгілері тұрады да. Ал құптаның уақытында дейді да, ол белгілерінің өзі ұмытылып, қараңғылыққа жоқ болып кетті. Жоқ болып кетеді. Былай айтқан кезде қайтыс болған адамның ұрпағының өзі ұмытып кетеді. Ол адам бар ма еді, жоқ па еді, әуелі қабірі қайда. Енді құптан уақытына қарайтын болсаңыз, қараңғылық соншалықты басады. Әуелі енді нені жаңағыдай қай жерде тұрғаныңызды білмесеңіз, күн қай жақтан батқанын біле алмайсыз. Сондай бір белгісі жоқ та. Одан кейін енді тәһәжүд намазында кіргізетін болсаңыз, бұл уақыттарға, ол енді қабір өмірі да адамға. Сол үшін пайғамбарымыз неге барзақ әлеммен бұл қабірді байланыстырады? Яғни сен түнде тұрып дейді да, қараңғы барлық ұйықта жатқан кезде ешкімге көрсете алмайды. Сіз айтып жатқан мына жерде намаздың зияндары тұр ғой. Рия. Адам рия үшін тәһәжүд намазға тұра ма мысалы? Тұрып алып біреуді оятып мен намаз оқыдым деп айта ма? Мысалы. Сонда ол риясыздықтың намазы адамның өзінің жалғыз қалатын бір сәтін, сен қабірде ертең осындай жалғыз қаласың. Сол кезде саған бір жарық болсын, бір кішкентай болсын, бір жарық болсын, саған бір үміт деген бір немен адам тұрғызып, жаңа айтқан сияқты пайғамбарымыз құр көзден сақтанған ғой жаратушыдан, яғни. Сол несін жасын төгу керек болса, сол жерде төгсін деген сияқты. Енді бұл адамның өмірін осылай ескеріп отырып, сіз осы 5 уақыт намазды оқысаңыз, сіз күнде өліп күнде тірілесіз. Күнде жаңа бір немен тұрасыз да, рухпен тұрасыз да. Бүгінгі өмірім бір керемет болсын деген сияқты да. Ал енді мевсімдермен байланыстыратын болсақ, енді мезгілдермен көктем, мысалы жаңадан тіріліп жатқан, мысалы егін дегес, жаңағы ананың құрсағында бала сияқты әлі өскен жоқ. Топыраққа. Таң намаздың уақытын бір көктем бір несі көрсетеді да. Енді оны
бесіннің уақытында тірілткен сияқты жаратушы жазда жайқалтып қояды да оны, керемет қылып жайқалтады да, одан кейін екінті уақытында сарғайта бастайды, күздің басы басталып кетеді да, одан кейін ақшамда уже күз, одан кейін неде құптанда қыс та жаңа барлық нәрсе өлген. Айтқан кезде ертең сен өлгенде қалай ақ кебінге ораласың, тура сол сияқты қара жерді жаратушы ақ кебінмен орап тастайды да, машалла, тура осылай өлесің деген сияқты бір немен. Соны сіз енді былай оқыған кезде осы неге кіре алсаңыз, яғни бір құптан оқып тұрған кезде, мысалы мен ертең мені де орайды осылай, ақ кебінге басталады қабір өмірі, бұл уақытта бітеді деген бір немен байланыстырып бір не жасап тұрсаңыз, сол үшін енді жаратушының бізге әмір еткен бұйрықтардың барлығын қарасақ, өзі мынау мекенмен уақытпен былай тығыз байланысты да. Енді бүткіл парыз бәлки пайғамбарымыз да өзінің келген уақытын мысалы уақытпен айтады ғой, мысалы мен екінті уақытында келдім. Неге екінті уақыт? Өйткені бұл дүниенің де бір екінті уақыты бар, яғни қартайып былай кетіп бара жатқан. Сосын адам пайғамбардан алған. Құранда бұл әлемнің жаратылған несін 6 күн дейді ғой, 6 күн. Ол біздің 6 күн емес. Ол өзі бұл әлемнің, яғни бұл әлемнің уақыт 6 күн деген сөз. Бірақ сол 6 күннің ішінде қаншама жылдар, яғни біздің уақытпен есептеген кезде қаншама жылдар, періштелердің уақытымен есептеген кезде ол басқа уақыт. Өйткені енді көбелек 3 күн өмір сүреді деп айтамыз ғой, бірақ оған 3 күн емес ол. Оған ол біздің бір ғұмыр. Бір өзінің бір ғұмыры бар да. Ол сағат сайын оған бір ай өте ма, секунд сайын ода бір сағат өте ма, біз білмейміз ғой. Біз өзіміздің уақытымен бүгін нәрсені не істейміз. Сонда енді кейбір ғалымдар неге бұл 6 күнді әлемнің өмірі деп отыр? Өйткені егер оны біз былай қарасақ дейді да, Алла тағала бұл әлемді 6 күнде жаратты да тастап қойды деп қарайтын болсақ, онда қазір кім жаратып жатыр онда? Онда қазір де жаратылып жатыр ғой, қаншама адам жаратылып жатыр, қаншама табиғат жаратылып жатыр. Онда осы жаратылғандардың барлығы сол 6 күннің ішіне кіреді дейді да. Сонда осы намаздың уақыты да мынау таң намазы сол әлемнің алғаш жаратылған, басталған, жарық жоқ, адам пайғамбар жоқ кезі дейді да. Өйткені әлем қай кезде жарқырады? Әлем адам дүниеге келген кезде жарқырады дейді да ол. Адамсыз бұл әлем қараңғы, ешқандай бір мәні жоқ. Адам қалай келеді, солай өмір басталады. Солай табиғаттың орны болады, солай хайуанаттың бір өмірі болады. Сіз өзіңіз елестетіп қараңыз, бұл әлемде адам жоқ. Хайуандар тілдесе ме, не істейді мысалы? Өзімен өзі ағып жатыр дейсіз. Олай да болмайды да. Сол үшін бұл уақыт, одан кейін сол күн шыққан кездегі уақытпен сол адам пайғамбардың дүниеге келген уақытымен, сосын бесін уақытының бір Нух пайғамбарымыздың уақытымен байланыстырып кеп, сол пайғамбарымыздың екінті уақытында келдім дегені, яғни бұл айтқан кезде мүмкін сол 6 күннің 2-ші күні, 3-ші күні, 4-ші күні біз білмейміз. Соның бір екінті уақыты дейді да ол. Біздің білетін екінті емес. Енді пайғамбарымыз қиямет ақшам намазында болады дейді ғой. Қаншама ақшам намаз өтті қазір? Ол дейді да сол 6 күннің соңғы ақшам уақыты дейді да. Ол қалай сол 6 күннің күні батады, сол кезде уже қиямет несі бітеді. Жаңағы әлемнің бір уақыты бітеді бұл айтқан кезде. Машалла. Солай қараған кезде енді бұл қарадан қара қойыла салған бір нәрсе емес. Хикметтер бар. Қалай біз тамақтанған кезде де мысалы таң намазында бөлек ас жейміз, түскі асқа бөлек ас жейміз, кешкі асқа бөлек ас жейміз. Тура сол сияқты ол әр уақыттың өзінің бір хикметі бар. Хикметі біз білсек те білмесек те енді ғалымдар кейін де айтуы мүмкін, осыдан 100 жылдан кейін де кейбір хикметтерін ойлап тауып айтуы мүмкін де, бұл ашық бір не ретінде. Бұл параллель өткізгенге пайдалы. Қалай болса да намаз 5 уақыт. Біз оны ақылымызбен түсіне алмаймыз. Қалай бекітілді, парыз болғандықтан біз атқаруға осы уақыттардың хаққысын беріп сақтауға міндеттіміз. Енді мына таң намазында мысалы күн шықпай тұрып оқылатын намаз ғой. Таң намазы күн шықпай тұрып оқылады. Сол жерде мынандай нәрсе бар сияқты, мына жаратылыс әлемінің ішінде ең үлкені не десек, ең үлкені күн. Күннен үлкен ештеңе жоқ мына жаратылыс болмыс әлемінде. Осы әлемде. Біз білетін деңгейде. Өйткені біз білмейтін қандай жаратылыстар бар. Күн дейтін болсақ, адамзатқа жаңа шуағын төгіп тұрған бүкіл мәселенің бәрі күнмен байланысты болғандықтан, сол күннің өзі шықпай тұрып, мен бірінші тұрдым. Құдай сен өзің куә бол
деген бір мағына бар сияқты да осы жерде. Таң намазына тұрдым деген. Одан кейін күн Тастөбеге келіп ауған кезде, міне күн жарқырап нақты кемеліне келген кезде тағы куә болсын, мен бесін намазына тұрдым деген сияқты. Одан кейін күн батып бара жатқан кезде, бұл күн батып бара жатқан екінті уақыты өте асығыс уақыт қой негізі. Адам үлгермей қалатын, бір шаруалардың бәрі жиналып келіп, бір кеш пен күндіздің ортасында қарбалас уақыттың ішінен мен уақыт таптым саған, Раббым деген бір не бар. Одан кейін ақшам намаз күн батқан кезде алғаш шыққан жұлдыз куә болсын. Мен Машалла. Раббым өзіңнің құзырыңдамын деген сияқты. Одан кейін құптанның уақыты келген кезде енді бүкіл нәрсе қараңғылық басады, бәрі жапты. Сол кезде Алла, бүкіл адамның немесе бүкіл жаратылыстың алдында менің сұлбам жасырылса да, мен өзіңнен жасырына алмаймын. Қандай қараңғылықтың ішінде болсам да, мен өзіңнің алдыңдамын деген бір мағынада бар сияқты көрінеді осы уақыттарға байланысты. Машалла, Алла разы болсын. Әрине, сосын бұл уақыттарда, жаңағы 5 уақыттарда жоғарыда айттық қой, жаңа жаратушының 3 есімдерін. Сол кейбір мысалы ақшам уақытында, құптан уақытында көбінесе жаратушыны пәктеу, мен түсте бір қателік жасап қою мүмкін, сен туралы бір ойламайтын ой ойлап қойған болуы мүмкін деген сияқты бір истихбар жасау, пәктеу. Одан кейін енді жаратушы мәжбүр бұл жер бетін жауып тастады ғой, былай айтқан кезде қараңғылап та, былай айтқан кезде жер бетіне сен қарама, сен қай жақты ашып қойды, әлемді ашып қойды да, былай көкке қарасаңыз жарқыраған жұлдыздар, яғни мені пәкте деп тұрды, яғни тағзым ет, субханалла деп, енді бір аспан әлемінен бір кемістік көре аласың ба, жаңа Мүлк сүресіндегі көре алмайсың, яғни деген сияқты. Одан кейін енді таң атқан 5 уақыттарында шүкіршілікті мысалы арттыра ма, өйткені қаншама дүниеге кіресіз, ақша табасыз, білім аласыз, байланыс құрасыз, мысалы сол кезде мысалы шүкіршілік Алла тағаланың жамал есімдері көбірек көріне ме, сол сияқты әр уақытта да намазда осы Алланың алға шығару керек та. Ракат сандарының көп болуы да сондай бір хикметтері бар шығар, бәлкім мысалы 5 намазы, таң намазы 2-2 ракаттан болса, 5 намазы 10 ракат деген сияқты. Машалла, бүгінгі айтарға қосарымыз жоқ. Намаз тақырыбы қияметке дейін таусылмайтын тақырып қой. Адам бар кезде Құдай тағаланың құдіреті әрдайым ашылады жаңа қырынан, алайда бізде бар мүмкіншілік деңгейінде намаз тақырыбында біраз сөз өрбітуге Құдай нәсіп еткен екен. Кеп осы тақырыпты ашықтауға үлес қосқандарыңызға Алла разы болсын. Жақсылыққа жолыққанша сау саламатта болыңыздар.